245 грамм калий хлоратына айырғанда түзілетін оттектің массасы. Бірінші, калий хлоратының зат мөлшерін тауып аламыз. Екінші, калий хлоратын айыру жолын реакциясын жазамыз. Және үшінші, калий хлоратының зат мөлшерін пайдаланып оттектің зат мөлшерін табамыз. Төртінші, оттектің зат мөлшері арқылы массасын табамыз. Азоттың тотығу реакциясында жылу эффектісі 180 кJ бөлінген моль, көлемі 896 литр, қалыпты жағдайда азот тотыққанда сіңірілген жылу мөлшері. Бірінші, азоттың тотығу реакциясын жазамыз. Екінші, азоттың зат мөлшерін табамыз. Үшінші, азоттың зат мөлшерін пайдаланып сіңірілген жылу мөлшерін табамыз. 200 грамм суға темірдің 3 валентті нитраты ерітіліп, ерітіндіде калий гидроксидін қосқанда 7 грамм тұнба түзілді. Бастапқы ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі. Бірінші, феррум 3 валентті нитратының сумен әрекеттесуін жазып, феррум 3 валентті оксидін, яғни тұнбасын аламыз. Екінші, ерітіндідегі феррум 3 валентті нитратының калий гидроксидімен әрекеттесіріп, қайта феррум 3 валентті гидроксидін тұнбасын аламыз. Үшінші, феррум гидроксидінің зат мөлшерін табамыз. Және төртінші, феррум гидроксидінің зат мөлшерін пайдаланып, феррум 3 валентті нитратының массасын табамыз. Бесінші, феррум 3 валентті нитратының массалық үлесін табамыз. Ол үшін феррум 3 валентті нитратының массасын ерітіндінің массасына бөлеміз. Ерітіндінің массасы су мен феррум 3 валентті нитратының массасынан тұрады. Мыс сульфатының 600 грамм 12% ерітіндісіне 6% 300 грамм ерітінді әрекеттескенде түзілген ерітіндінің массалық үлесі. Бұл есепте ешқандай химиялық реакция жазбай, қарапайым математикалық теңдеулер арқылы шығарамыз. 196 грамм сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттесетін мырыштың массасы. Бірінші, күкірт қышқылының зат мөлшерін табамыз. Екінші, күкірт қышқылымен мырыштың әрекеттесу реакция теңдеуін жазамыз. Үшінші, күкірттің зат мөлшерін пайдаланып мырыштың зат мөлшерін табамыз. Төртінші, мырыштың массасын табамыз. Барий хлоридінің 240 грамм 20% ерітіндісіне 245 грамм 25% күкірт қышқылы ерітіндісін араластырғанда түзілетін тұнба массасы. Бірінші, барий хлоридінің және күкірт қышқылының таза құрамындағы таза заттың массасын табамыз. Екінші, барий хлорид мен күкірт қышқылының әрекеттесуінің реакция теңдеуін жазамыз. Үшінші, барий хлорид мен күкірт қышқылының зат мөлшерлерін табамыз. Төртінші, барий хлорид мен күкірт қышқылының зат мөлшерлерін салыстырып, кішісімен жұмыс жасаймыз. Бесінші, барий хлоридінің зат мөлшерін пайдаланып, түзілген тұнбаның зат мөлшерін табамыз. Алтыншы, түзілген тұнбаның зат мөлшерін пайдаланып, түзілген тұнбаның массасын табамыз. Алдымен реакцияда концентрлік күкірт қышқылына мән береміз. Себебі концентрлік күкірт қышқылмен сұйытылған күкірт қышқылының әрекеттесу реакциялары және шығатын заттар әртүрлі болып келеді. Және мыстың концентрлік күкірт қышқылмен әрекеттесуінің реакция теңдеуін жазамыз. Екінші, мыстың зат мөлшерін табамыз. Үшінші, мыстың зат мөлшерін пайдаланып, бөлініп шыққан газдың зат мөлшерін табамыз. Төртінші, газдың зат мөлшері табылғаннан кейін газдың массасын табамыз. Және бесінші, қалыпты жағдайдағы Авогадро тұрақтысын пайдаланып, газдың көлемін табамыз. Видеода көрсетілген және де басқа да есептердің математикалық жолмен шығарылуы жайлы толығырақ ақпаратты төмендегі сілтемелер арқылы өтіп ала аласыздар.